енді экономист ретінде, саясаткер емес, экономист ретінде айтыңызшы, бізге мұнайды қалай да сату керек, және қымбаттап жатыр, қазір $100 асты ғой деймін, баррель бренттің. Ресейдің мұнайын ешкім алмай жатыр. Біз солтүстік көршімізбен, амал жолын көршіміз ғой, географияны ешкім ауыстыра алмайды. Қалай сөйлесе аламыз бұл тұрғыда? Әзірге менің ойымша бір рет бізді жақсылап тексеріп алды, олар сынап тұрып тексеріп алды, және әлде де болса дәл осы жерде біздің ең әлсіз жеріміздің бірі болып тұр, былай қарасақ. Басқа жол жоқ болып тұр ғой бізде. Әзірге басқа жол жоқ. Сондықтан да біз Ресеймен тікелей үлкен жоғары дәрежеде қатты ұрысуға жол бермеуге тырысуымыз керек. Бірақ та халық, ел, өсіп келе жатқан ұрпақ біз Ресейге қатты тәуелді болып отырғанымызды және осы тұста біз қатты ұтылып отырғанымызды білу керек деп ойлаймын. Сол үшін де ойлаймын, осындай бағдарлама сізбен сұхбат арқылы біраз азаматтарымыз көз ойы ашық болып, менен де көбірек осы жерде алған ақпараттан көбірек ақпараттарды біліп отырғандар дұрыс деп есептеймін. Өйткені біздің азаматтық позициямыз түбінде бәрі Еуразиялық экономикалық одақтан шығамыз. Ол қазір болмаса да, ол келесі жылдарда болады. Бәрібір Ресеймен белгілі дәрежеде қарым-қатынасымыз үзіледі. Бірақ та әзірге бізге кішкене уақыт сақтай тұру керекпіз, себебі баламалы басқа да Ресейге тәуелсіз бола алатындай жолдарымызды жасалмағанша.